Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Испания костюмы. Осы сабағымызда біз Испания костюмы Франция костюмінен қандай айырмашылығы бар екенін білетін боламыз. Және де сол елдің ханшайымдарын, көйлектерін зерттейміз. Яғни қандай пішімді болған, қандай матадан тігілген, соның бәрін анығын білетін боламыз. Ендеше назар аударайық. 16 ғасырдың бірінші жартысында ер адамдар үстіне жейде, яғни рубашка, аяқтарына қысқа шалбар және шұлық киген. Жейдені камиса, шұлықты кальсес деп атаған. Жейденің үстіне тар жилет карпусела киетін. Жилеттері ленталармен байланған. 16 ғасырдың басында сыртқы киім күртешенің ерекше түрі хубон пайда болды. Итальяндық джуфон сияқты. Хубаның кеуде жағы денеге жабысып, жағасы тік, жеңдері кең болған. Иық жапқыштары иссечоны деп аталған. Бұл әдіс бастапқыда ыңғайлы болу үшін қолданылған. Қолдың шынтақ жағын, иық, тізе жағында тарлық болмау үшін кескін, яғни разрез жасаған. Міндетті түрде аксессуар ретінде ерлердің асыл костюмінде қолғап, яғни перчатки болған. Қолғапты тек аң аулау кезінде киген, қалғаны уақыттарында олар тек қолдарында ұстады. Шіркеуге кірерде және би билеген кезде қолғапты белбеуге қыстырған. Әйелдер костюмі. 16 ғасырдың әйелдердің көйлектері үстіңгі жағы тығыз каркастан жасалған. Белі жағы тар болған. Кеудені және мойынды тығыз жапқан. Декольте төртбұрышты өрілген кестемен жабылған. Төменгі белдемшелері металдан жасалған ілмекке, яғни обруч кигізілген. Белдемше вердус деп аталды. Бұндай белдемшені тек аристократтар киген. Үстіңгі жағынан қарап парчамен қапталған және қымбат тастармен безендірілген. Бұндай белдемшені кию үшін жерге қойып, ішіне кірген соң корсетке қадаған. Енді Испания әйелдер костюмын салайық. Falls into place. The sun in the afternoon, the stars on the moon. I find what I agreed to lose long ago, but not too soon. Whispers, all you need to have is in my arms. Испания костюмы дене пішімдерін жасырып, оларды қатаң схемаға бағындырды. Әйелдердің киім пішімі 2-3 бұрышқа ұқсады. Мұндай костюмдегі испан ханымдар салмақты және инабатты болып көрінді. Үй тапсырма, эскиз салу, 5 ежелгі костюм және де Испания тақырыпқа сәйкес коллекция шығару.